Дилноза Анарбай кызы бала күнүнөн табигатпен тыгыз байланыш орнатып, гүл өсүрүүдү ерекше унаткан. Сол сәттен башталган хобби убакыт өтө келе онун өмүрүнө багыт беретін касыбына айналды. 10 жылдан аса осы салада еңбек етіп жүрген кәсіпкер ар бир гүлдүн өзүндүк ерекшелигине карай күтүмү де ар түрлүү болатынын айтып, купуясымен бөлүстү. Мысалы, әйел бақты деп қоймыз, женское счастье деген. Бұны бекер қоймаған. Өткен бұл гүл сондай уход сұрады. Әйел кісіге, мысалы, уход қысаңыз, өзі қалай жайнап, шайқалып, әдемі, сұлу, сымбатты болады. Бұл өзінің денесінде шаңдалып тұрғанда ұнатпайды, негізі әйел бақты. Тез опрыскивание шомылғанда жақсы көреді. Бұл әйел бақты сондай қыста ыстықты ұнатады, жазда салқынды, шамалы төнек болғанда қараңға кіргізіп тастағанды емес. Жарық, бірақ салқындау жайды жақсы көреді. Дилноза Анарбай кызы бүгүнде тек гүл өсүрүүчү гана эмес, өз касыбынын жетекчиси, аудан белсендиси ретинде де таанымал. Сауран аудандык Искер айелдер коомунун төрайымы. Алдагы убакта әлі де өз касыбын кеңейтүүдү максат эткен ана, өзгелерге де багыт багдар берүүдү колго алган. Біз Дилназ ханыммен 2013 жылы Кубаныч сауда орталығында таныстық. Дилназ ханым мені өзіне кіші пейілді мінезімен тартты. Ол кезде Түркістан қаласында именно флористика жағынан, гүл жағынан енді басталып келе жатқан кезең болатын. Соны осы Дилназ ханым бастады десем, ол өтірік болмайды. Қоғамда қазір әйелдердің именно несі, проблемасы өте көп кездеседі. Соны Дилназ ханым ортаға салады бізге. Мысалы, осындай әйелдерге қандай біз поддержка жасай аламыз. Кыйындыгы мен кызыгы катар жүретін кәсіпте өзінің нәзік болмысын жоғалтпаған әйел әрбір гүл бөлек әлем дейт. Әрі табысты саланың бірі екендігін айтады. Ал бастысы гүл сұлулық пен ізгілік, құрмет пен шынайылықтың нағыз символы.